Баршаңызға сәлем, менің YouTube әлемім. Бүгін сіздерге билеп шыққым келді, себебі бүгін грузин асханасының тағамын дайындайтын боламын. Кухняма грузин халқының өлеңдерін қосып, кәдімгідей ана өлеңді естіген кезде билегің келіп кетеді екен. Өте керемет, күшті. Бүгін мигрельский хачапуридің рецебін бөлісетін боламын. Бұл рецепт басқа рецепттерге қарағанда өзгеше. Алдымен жылы сүтке кішкене дрожжды салып, оған шай қасықпен тұз және де қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Оған 2 жұмыртқаның сары уызын және сары майды қосып, тағы да араластырып, оның үстіне ұнды қосып, жақсылап қамырды илеп алатын боламыз. Қамырымыз жабысқақтау болып шығады. Және де бір айта кететін жайт, именно барлық жердің хачапуриларын білмей менің ұлым жеп көреді де, бірақ Ақтөбе қаласындағы бір мейрамхананың, Шафран деген мейрамхананың хачапурийін қатты жақсы көреді. Мен бүгін дәл сол рецепті кәдімгідей тапқаныма қуанып тұрмын. Ол үшін ол хачапуридің фишкасы сырында екен. Бұл хачапуриға 2 түрлі сыр қосылады. Адыгейский және де сулугуни деген 2 сыр қосылады. 2 сырды теркілеп аламыз. Оған татымына қарай кішкене тұз себеміз, 1 шай қасықтай етіп. Оның үстіне манағы 2 жұмыртқаның ақ уызын алып қойдық қой. Соның ақ уыздың жартысын ғана құйып, жақсылап араластырып, оның кішкене бөлігін 100 грамдайын алып тастаймыз бөлек ыдысқа. Оны қазір хачапуридің бетіне себетін боламыз. Қалған сырымызды енді жақсылап осылай бір-біріне жабыстырып, домалатып аламыз. Ал духовкамызды қыздырып қойып, пергамент қағазымызға ұн сеуіп, жаңағы көтерілген тестамызды бірден көтерілген бойда жасай беруге болады. Жайып аламыз алдымен, жабысқақтау қамыр болады. Жайып алғаннан кейін ортасына жаңағы сырымызды салып, осылай түйіп шығатын боламыз. Бір-біріне беттестіріп түйеміз, және де оны керісінше аударып енді жайып шығатын боламыз. Бұл хачапуридің фишкасы осы начинкасында екен. Менің ұлым енді кәдімгідей барлық жерден жесе де еш жердікі ұнамайды, тек сол мейрамхананың хачапурийі ұнайтын. Үйде жасасам да неше рет ұнамай қалатын, жемей қоятын, мама ондай емес деп. Осы жолы сол рецепті тапқаныма кәдімгідей қуанып, сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Ортасынан кішкене тесік қалдырамыз, себебі ішінде ауа қалып кетуі мүмкін. Ауаларын шығарып аламыз. Жақсылап жайып алып, оның үстіне жаңағы қалған ақ уызымызды бетіне жағып шығып, және де кішкене алып қойған сырымызды да бетіне осы видеодағыдай етіп салып шығамыз. Духовкада 180 градуста 20-25 минут қызарғанша дейін пісіріп алатын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Енді сіздерге жасап көруге кеңес етемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ұнайтынына сенімдімін. Әсіресе пицца жемейтін балдарыңызға осы хачапури ұнайтынына сенімдімін. Бетіне міндетті түрде сары майды жағып шығыңыздар. Сол кезде өте дәмді болады. Енді қатты ұнады бізге. Және де қыздар, менің парақшамда керемет пайдалы рецепттер бар, жоғалтып алмас үшін тіркеліп алыңыздар.